Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті салаттарымның бірі оливьенің рецептімен бөлісетін боламын. Ең әуелі бізге қажетті картоп, сәбіз, жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. Одан соң осылай ұсақтап, төрт-пішлеп турап шығамыз. Артынан маринадталған огурцымызды алып турайтын боламыз. Дәл осылай барлығын турап болған соң осылай үлкендеу ыдысқа сала беріңіздер кезекпе-кезек. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Өйткені каналымда керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Одан соң осылай картопымызды алып ұсақтап төрт-пішлеп турайтын боламыз. Қанша керектігі жөнінде видеоның астына жаза кететін боламын. Бірақ сіз өзіңізге қанша мөлшерде қажетті екеніне қарап жасайтын боласыздар. Осы жолы мен колбасаны копченый түрін қосып көрдім. Дәмі өте ерекше болады екен. Көбісі вареный түрін қосып жатады, міндетті түрде осылай да жасап көріңіз, ерекше дәм береді. Одан соң жұмыртқамызды алып төрт-пішлеп тураймыз. Мінекей барлығын ұсақтап төрт-пішлеп турап болғаннан соң, ең соңында осылай көк шөбімізден, укробымыздан қосамыз. Кейбіреулер бұл міндетті емес, әрине. Бұл дәмі ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге ұнайтын болады. Дәміне қарай тұзын, бұрышын және де майонез салатын боламыз. Мінекей салатымыз дайын болып қалды. Жақсылап араластырып, ыдысқа салып, өте тойымды салаттардың бірі. Және тез, оңай жасалады. Құрамы қолжетімді. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.